Мен, короче, когда надо было просто бороться за это внимание Нұрбека с 11 класса. Надо было бегать за ним, он там скажет: все, бауырым, қазір келем, и уходит потом 3 часа. Ты его ждешь. Нұрбек красавчик. Мой любимый математик. И Дана апай. Я қалаған балыңды ала алмайсың. Себебі ойын басқа жерде болады, сен ойлап тұрасың, егер менде былай болмай қалса не істеймін дегендей сияқты. Осындай үлгі болар бал алу үшін сіздер мақсат қойдыңыздар ма, және қандай мақсат қойдыңыздар, егер мақсат қойған болсаңыздар? Менің ойымша бұтын алдында қобалжу қалыпты жағдай, бірақ үнемі қобалжуды мен дұрыс деп айта алмаймын. Бәріне сәлем, біз Зиялы ұрпақ мектебінің 2024 жылғы түлектеріміз. Мен атым Шараф Алихан, информат. УБТ-дан 121 балл алдым, НУЕТ-тен 189. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Бадырханова Айым, геомат бағыты 134 балл. Менің есімім Тұрсын Руке, дышты ағылшын бағыты 135 балл. Және де бүгінгі сұрақ-жауап подкастіне қош келдіңіз. Емтихандардың алдында тым қатты уайым мен қорқынышқа берілу қалыпты жағдай ма, әлде ол нәрсені тез тоқтату керек па? Сен көп стресс деп уайымдасаң, экзаменге кіргенде сен басқа жерде болады. Сен өз есебін, өз сұрағына қарамай, өз там проблемаларына, ой, мен ананы істемедім, мынаны жасамадым деп ойлайсың, короче. Сондықтан осы әдетті жою керек. Енді менің ойымша стресс алу немесе қобалжу ол қалыпты жағдай, бірақ оны Алихан айтқандай жою керек. Себебі егер ентіға, ұбытыға мынандай оймен кірсен, қалаған балыңды ала алмайсың. Себебі ойын басқа жерде болады, сен ойлап тұрасың, егер менде былай болмай қалса не істеймін дегендей сияқты. Сондықтан қобалжу ол керек емес жат деп айтаймын. Менің ойымша бұтын алдында қобалжу қалыпты жағдай, бірақ үнемі қобалжуды мен дұрыс деп айта алмаймын. Себебі сендер осы жылы көптеген пробный тесттер жазасыңдар, және де сендерде қаңтар ұбытысы, наурыз ұбытысы бар, және сендер грант ұбысына уже морально дейді ғой, морально дайын болып кіресіңдер. Ал күнделікті өмірде қобалжу, әрине сендер қобалжисыңдар, себебі дайындаласыңдар, сабақ оқисыңдар, бірақ сендер өздеріңе сенімді болуларың керек, себебі сендер мұғалімдердің берген материалдарын оқып және жаттап жүрсіңдер. Сенің ойында мен түспей қалсам не болады деген сұрағың болса, онда бұл самовнушение сияқты жұмыс істейді да. Сен өзіңді соған сол түспей қаламын дегендей сияқты соған апарып жатырсың дегендей сияқты ғой. Сондықтан ол дұрыс емес, оны мүмкін бір өзің білетін жолдармен одан құтылу керек деп ойлаймын. Мен НУЕТ-қа дайындалдым, ол менде дайындық ноябрьда басталған. Сонда мен күніне ойламай, сұрақ өзіме қоймай, 3-4 сағат күніне critical thinking пен math шығардым. Содан нұға түстім енді. Осындай үлгі болар бал алу үшін мақсат қойдыңыздар ма? Егер де мақсат қойған болсаңыздар, қандай мақсат қойдыңыздар? Әрине бізде мақсат болды. Менің ең басты мақсатым, көбінің мақсаты сияқты, грантқа, жоғары оқу орнына түсу болды. Бірақ мен уақыт өте келе грантқа түсуім, жоғары оқу орнына түсуім маңызды деп ойлауды қате деп санадым. Себебі менің ең басты мақсатым өзім сүйікті қалаған мамандығыма түсу екенін түсіндім. Содан кейін мен сабақтарымды одан сайын жоғары қарқынмен оқи бастадым. Және де ең алғаш келгенде мен 10 сыныптың 3-ші тоқсанда дайындықты бастаған болатын. Және де ең алғаш келгенде мені мықты сыныптардың біріне жіберді. Барған кезде ол жақта оқушылардың барлығы уже алда болды. Көптеген материалдарды білді. Тарихтан, мысалы, бүкіл материалын ортасында жүрді деген сияқты. Ал мен кәдімгі мемлекеттік мектептен келгендіктен, мемлекеттік мектепте саған білімді осы мектепте сияқты бермейді, және де ол жақта білім беру жүйесі кішкене басқаша. Келіп мен өз-өзіме мақсат қойдым. Мен осылардың барлығын қуып жетуім керек, және де мүмкіндік болса да асып кетсем деген сияқты. Менің ойымша осы мақсат мені осындай балға жеткізді деп ойлаймын. Уақыт өткенде ол өзгерткен. Мысалы, басында мен нұға вообще түспеймін деп ойладым. КБТУ, СДУ деген жақсы университет бар. Мен ойладым, бірақ нұда тек қана бай балалары немесе генийлар оқиды.
бірақ ол шын емес. Ал келесі түлектерге қандай кеңес бере аласыздар? Енді келесі түлектерге ең басты кеңес ол қобалжымау. Екіншіден өз-өзіне сену керексіңдер. Себебі сен өз-өзіне сенбесең, сен оны алып шыға алмайсың. Сол ең бастысы деп ойлаймын. Менің ойымша, ең бастысы уайымдамау керек. Себебі мұғалімдер саған өздерінің барынша барлық материалдарын береді, саған көптеген лайфхактар береді. Әр мұғалімнің өз кеңесін тыңдап, жақсысын ала білу керек деп ойлаймын. Және де сендерде дамушы орта болу керек. Мысалы, бізде деңгейге бөлінеді ғой сыныптар. Сендер мысалы екінші деңгейде болсаңдар, мен біріншіге барым керек, мен осылай оқуым керек деп өздерің дамушы ортаға түсіп, олармен бірге дамып, және де бірге сабақтарында оқу керек деп ойлаймын. Және де ең бастысы өздерінің қалаған мамандықтарына түсуге деген мақсат болу керек. Менің ойымша, ең басты кеңесім ол don't be afraid to make mistakes. Өйткені, шын айтсақ, бізде дұрыс жол деген жоқ. Әр адам өз қатесін түсінеді. Уақытымен, мысалы, мен өзім физиканы таңдадым 10-шы сыныпта, сосын 11-шы сыныпта жоқ, мен физик болмаймын деп ойладым. Сондықтан бір жыл бойы мен маған керек емес нәрсені оқыдым деп ойладым. Енді былай қарасақ, біздің результатымыз ол біздің дұрыс чойстарымыз емес, бірақ біздің қателеріміз. Егер біз өз қателерімізді түсінсек, болашақта біз дұрыс чойсты жасай аламыз. Универдегі зачетсарыңыз қалай тапсырып жатсыздар? Так, мой вискив, да такая, ну, нормально. Жақсы, так, калкулустан бізде, калкулус 94 алдым, бірінші меткадан. And, так, КС 151, мен алдым 88%. Рубежкаларды біз жақсы тапсырып жүрміз, орташа балл 90, 80. Енді ең басында рубежкалар қиын болды деп мойындауға болады негізі. Себебі сен апайларыңды білмейсің, қандай сұрақтар келеді, не болады, андай неизвестность деген не бар ғой. Ал сосын уақыт өте келе андай берілген материалды сен тағы да оқисың, соны қайталайсың, сосын соны тапсырасың. Сонда ештеңе қатты қиын нәрсе жоқ деп айта аламын. Сіздерге ұбт жолы қандай есте қалатын сәттер сыйлады? Енді есте қалатын сәттерді айтатын болсам, ең бастысы түнімен отырғанмын, дышты оқып, сосын зачеттарды тапсыру үшін ағайлар мен апайлардың артынан жүгіресің, енді ондай бар. Бірақ бұның бәрі ең соңында жақсы результатқа әкелді деп айта аламын. Енді 135 кәдімгі еңбекпен алынған 135-ім дегенде қуанамын негізі. ұбт-ға дайындалу барысында біз көбінесе барлық зачет тапсырады ғой. Мен мысалы өмірімде географияны оқымаған болатынмын. 10 сыныптан бастап географияны оқи бастадым. Ал математика жағынан менде ешқашан мәселе болмайтын. Математиканы жақсы білетінмін. Және де осында келгелі географиядан барлығымыз жан таласып зачет тапсыратынбыз. Және де бізде Аржан апай болатын, зачет алатын, жазбаша. Сол зачетті тапсыру үшін біз кәдімгідей жан таласып оқитынбыз. Тарихтан да жазбаша зачеттарды алатын. Және де осы еңбектердің барлығы ең соңында ақталған кезде сенде керемет сезім болады. Сол себептен ешқандай зачеттарды өткізбей, сендерге соны ең басты зачеттан өту емес, сол өткен тақырыптарында фиксация жасау. Өткен тақырыптарында кәдімгідей түсініп, және де кез келген сұраққа жауап бере алатындай түсіндірулерін керек деп ойлаймын. ұбт-ға дайындықты қашан бастаған дұрыс деп ойлайсыздар? 10-шы сыныпта ма, әлде 11-ші сыныпта ма? 10-шы сынып. Ол өйткені сен 11 жылда оқитын программаны 1 жылда оқып тастау ол өте қиын. Сен гений болсаң жарайды, түсінем, саған болады. Бірақ көбінесе балалар 11-ші сыныпта, мысалы физмат алсақ, кейбір база нәрселерді білмесе, ол өте қиын болады. Өйткені көбінесе осы балдар ұбт-дан көп бал алады, егер олар слифті жатып алады, немесе сондай бір нәрсе. Бірақ my advice is to start preparing for your exams like 2 years before them. Ниеттен емес, бірақ ұбт-дан точно 2 жыл ол must have болу керек. Менің де ойымша ұбт-ға деген дайындықты 10-шы сыныпта бастау керек. Себебі
біз карантин кезіне тап болдық қой. Сол кезде көп бала сабақ оқымады және де олардың базаға деген мәселелер болды да, базаның қалыптасуына. Сол себептен базаны 10 сыныптан бері қалыптастыра беру керек деп ойлаймын. Себебі Алихан айтқандай, бір жылда 11 жылдық программаны оқып біту ол өте қиын. Және де 10 сыныпта сенде хотя бы тарихтан база болу керек. Тарихты жаттап алсаңдар, уже 11 сыныптарда сендер қатты қиналмайсыңдар. Қалайша мен өзімді IELTS және тағы басқа емтихандар өмірдің соңы емес, бәрі алда жақсы болатынына сендіре аламын. Шын айтсам, менің логикам сондай болған. Fake it till you make it. Жай өзін мен маған түсем, мен жасай алам деп ойласаң, соңға қарай сен оны жасай аласың. Даже in the worst scenario сен түспейсің. Допустим, нуға, или СДУға, или КГБУ-ға сен қалаған университетіне. Жарайды. Сенде өмір олмен бітпейді. Сен сразу өліп қалмайсың. Сен ата-анаң сен отказ жазбайды. Барлығы жақсы болады. Өйткені ол жас университет. Көбінесе қарасан, миллионерлар, олар университеттерді бітірген. Бірақ ол как инструмент. Сен университетті main жол деп ойлама. Сен өзің қалаған directionға түсу үшін сен оны өзіңе келу керексің. Университет саған жай көмектеседі. Сондықтан сен осы жылы түспесең де, егер сен, допустим, нуға қатты түскің келсе, келесі жылы тапсыра аласың. Мысалы, ол ерлерге армия бірдеңке сондай бар, бірақ қыздарға ол пофиг қой. Бір жыл гап йер ала аласың. Ол сен өзің келу керексің. Сенде бар отбасы, достар, сен өз өмірің бар. Университет ол жай one step. Ол сондай, ол экзамен сияқты. It is not that important so that you have to put too much sense for that. То есть сен оны жай емес енді. Сен оны маңызды степ деп ойласаң, бірақ соңғы емес. Сен солай деп ойласаң, бары жақсы болады. Егер сен чисто бірінші сұрақ болған ғой, егер сен өте көп стресс болып жүрсең, сен жай құлап тастайсың оны. Так что просто calm down, girl, дайындал, бәрі болады. Я соврусь и скажу, что я не переживал, потому что все переживают. То есть для меня тоже этот университет очень большой шаг был. И если ты, как это сказать, если ты понимаешь, что тебе, то есть эти переживания ведут тебя либо к тому, что ты отпускаешь эту цель, то есть я не смогу сюда поступить точно. Это просто ты либо сдаешься, либо думаешь, я попробую. Если не получится, окей, я пойду в другой университет. Это не значит, что, если я не поступлю в я не стану хорошим специалистом, не стану хорошим доктором, допустим. Это просто к тому, что я тоже переживал. Все переживают, на самом деле. Прикинь, ребята в прошлом году, которые сейчас на Foundation учатся, они начали подготовку в декабре. Алгазы, Мансур, Алишер не скажу. То есть Алгазы, Мансур, я знаю, что они поздно начали подготовку. Они не знали до последнего, что такое математика, нет. Они знали, что такое крит, но это очень... Это проверит твою устойчивость, потому что в университете таких моментов будет очень много, чем сейчас. Это сейчас один момент. Ты попробуй митку сдай первую. Я посмотрю на тебя, ты потом будешь так нервничать, это вообще. Сіздер ойлап па едіңіздер, болашақта осындай жоғары балл алып, қазіргі оқушыларға үлгі боласыздар деп. Және де осы жерде отырамыз деп, мысалы. Әрине мен осындай балл аламын деп ойламадым, бірақ мен өзімнің салып жүрген күшімді барлығын көріп жүрдім. Өзіме сенімді болдым деп айта аламын, бірақ 130-дан асамын деп ойламадым. Менде мақсат 20-дан ассам болды, грантқа түссем болды деген сияқты болатын, және де өзімнің қалаған мамандығыма түсу деген. Бірақ осындай балл аламын деп мен ойламаған едім. Және де ең бастысы өздеріңе сенімді болыңдар. Бұл жерде отырамын ба деп жоқ, себебі ол кезде ондай бізде формат болмайтын еді. Енді осы жерде отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Енді ең басында ондай ешкімде болмайды деп ойлаймын енді. Мен 135 аламын деген сенімді болып отыру енді. Білмеймін, ондай адамдар бар ма негізі. Мен басында ойламағанмын. Қиын деп ойлағанмын негізі. Дұрыс ағылшын таңдап, мен өзіме сенімді болған жоқпын негізі. Бірақ уақыт өте келе апайларым, ағайларым мен қалай оқығанымды көріп,
болжам жасаған негізі, андай 120 плюс немесе 130 плюс ала аласың дегендей. Сосын мен де кішкене андай сене бастадым да өзіме. Андай материалды мен оқып жүрмін, қайталап жүрмін, бәрін түсініп жүрмін дегендей. Сондықтан ең бастысы сенім ғой, өзіне сенімділік деген зат. Менен 2 жыл бұрын сұрасаң, мен жоқ деп айтар едім. Өйткені 10-шы сыныпта мен осы мектепке келгенде мен түкте не істеймін, не болам деп ойламадым. Мен жай қалай математиканы шығаратынын білдім, кішкене ағылшын білдім, that's it. Бірақ енді Бауыржан ағай, Нұрбек ағай, Дан апай, Сағыл апай деген керемет мұғалімдер және тағы басқалар, олардың көмегімен мен өзім өз жолымды таптым. Мысалы, мен өзім оны жасай аламын деп ойладым. And of course, 11-ші сыныпты ортасында, басында мен мектептің мақтанышы боламын, мен ата-ананың мақтанышы боламын деп ойладым. Мен жыбы маған түсем, мен мынаны жасай аламын деп өзіме мақсат қойдым, оған келдім. Болды.